Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 67-ші сабағымызды бастаймыз. Пропорционал бөлуге берілген есептер. Табиғи жағдайлар және олардың мамандықтар үшін маңызды. Екі қосынды бойынша белгісізді табу түріндегі пропорционал бөлуге берілген есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренесің. Бірінші есеп. Егер жер құнарлы болса, онда алынатын өнім мол болады. Фермерлер туралы есептері шығар. Фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограммнан теңдей бөліп салды. Екеуі бірге қанша қап картоп жинады? Фермер 48 центнер, көршісі белгісіз, бірақ 3 есе кем дейді. Бөліп салды 80 килограммнан жинады қанша қап? 48-ді 3-ке бөлген кезде 16 центнер шығады. 48-ге 16 қосқанда 64 центнер болады. 64 центнер деген ол 6400 килограмм болады. Оны 80 килограммға бөлетін болсақ, 80 қап шығып тұр. Жауабы екеуі бірге 80 қап картоп жинады. Екінші есеп. Жинаған жемісті салу үшін саяжай иесі алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын дәл сондай 4 жәшік сатып алды. Барлығына 5000 теңге төледі. Кестені қара, бір жәшіктің бағасын тап. Бізде алма салатын 6 жәшік бар, алмұрт салатын 4 жәшік бар. Барлығы 5000 теңге. Енді жәшіктердің санын қосайық. 6-ға 4 қосқанда 10 жәшік шығады. 5000 теңгені 10 жәшікке бөлетін болсақ, 500 шығып тұр. Жауабы бір жәшіктің бағасы 500 теңге. Есте сақта. Есепті шығару үшін онда қандай шамалар берілген анықта? Жәшіктің бағасын бірден білуге бола ма? Неліктен? Осы есепті шығару жоспарын құры. Алдымен қанша жәшік сатып алынғанын анықтаймыз, бір жәшіктің бағасын табамыз. Үшінші есеп, кестеге қара. Бұл есепте екі сұрақ берілген. Соларды ата. 6 жәшік қанша тұратынын қалай білуге болады? Есепті шығару жоспарына қара. 6 жәшік қанша теңге тұрады? 4 жәшік қанша теңге болады? Барлығы 5000 теңге. Шешуі, жәшіктердің санын қосамыз, 6-ға 4 қосамыз, 10 жәшік болады. 5000-ды 10-ға бөлгенде 500 шығып тұр. Бір жәшігіміз 500 теңге болады. 500 теңгеден 6-ға бөлетін болсақ 3000 теңге болады. 4-ке бөлетін болсақ 2000 теңге шығып тұр. Жауабы сызбадағы бөліктер жәшіктің санын білдіреді. 6 жәшік 3000 теңге, 4 жәшік 2000 теңге тұрады. Есте сақта. Екі қосынды бойынша белгісізді табуға берілген есептер өзара байланысты 3 шамадан тұрады. Мұндай есептердің шарттарында бір шаманың екі мәнінің қосындысы берілген. Ізделініп отырған шаманы табу үшін алдымен басқа екі белгілі шаманың қосындысын табу керек. Төртінші есеп, есепті шығар. Екі бригада бірге 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500 килограмм, ал екіншісі 3000 килограмм жинады. Әр бригада қанша қап пияз жинады? Бірінші бригада 4500 килограмм, қанша қап екені белгісіз. Екінші бригада 3000 килограмм, қанша қап екені белгісіз, барлығы 150 қап. Енді біздер барлық салмағын қосайық, массасын 4500-ге 3000-ді қосамыз 7500 болады. 7500-ді 150-ге бөлгенде 50 килограммнан салынған болып есептеледі. 4500-ді 50-ге бөлетін болсақ 90 қап шығып тұр. 3000-ді 50-ге бөлгенде 60 қап шығып тұр. Олай болса жауабы бірінші бригада 90 қап, екінші бригада 60 қап жинады. Бесінші есеп, есепті шығар. Қатынау саны бірдей, екі жүк машинасы 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна, ал екіншісі 5 тонна жүк тасымалдайды. Жүк машинелерінің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған? Бірінші машине 4 тоннадан қанша рет екені белгісіз. Екінші машине 5 тоннадан қанша рет екені белгісіз. Барлығы 99 тонна. 4-ке 5 қосқанда 9, бізде деген 9 тонна болады. 99-ды 9-ға бөлгенде 11 рет қатынаған болып шығады. Әрқайсысын көбейтейік. 4-ті 11-ге өткенде 44 шығады. 5-ті 11-ге өткенде 55 шығады. Сонда бірінші машине 44 тонна, екінші машине 55 тоннада. Жауабы бірінші жүк машинесі 44 тонна, екінші жүк машинесі 55 тонна жүк тасымалдаған. Алтыншы есеп. Тіктөртбұрыштан қиып алынған фигуралардың ауданын табудың әртүрлі тәсілін қарастыр және түсіндір. Мысалы, былай дейді. Аудан табайық. 7 сантиметрді 3 сантиметрге көбейтеміз, 35 сантиметр болады шығады. Одан кейін бізде барлығын аудан тауып тұрмыз біріншіде, барлығын аудан. Сосын деген мына қиылған жерін азайтып тастайық. Ол үшін деген 7-тен 2 азайтқанда 5, мына жері 5 болады ұзындығы. Және енін табайық. Ол үшін 5-тен 3 азайтамыз, 2 болады мына жерде. Сосын көбейткенде 10 см квадрат шығып тұр. Барлығы бізде 35, одан 10 азайтқанда 25 см квадрат шығады. Келесі бізде келесі тәсілді қарайық. Ол үшін біздер 7-ден 2 азайтамыз мына жерден. Мына жер 5 болады. 5 см, ал ені 3 см. 7-3, бізде 5 үшін 15 см квадрат шығады. Одан кейін мына кішкентай тіктөртбұрыштан табайық. Оның деген ені 2 см, ұзындығы 5 см. Көбейткенде 10 см квадрат. Қосқан кезде 25 см квадрат шығады. Келесі бізде тәсіл мынандай. 7-ні 3-ке көбейтеміз.
сонда деген аудан шығады бізде 21 сантиметр квадрат. Одан кейін кішкентай аудан табайық. Ол үшін 5-тен 3 айтамыз, 2 сантиметр болады. 2 4 сантиметр квадрат. 21-ге 4 қосқанда 25 сантиметр квадрат болады. Нұсқасы. Өзін осындай фигураның ауданын табудың әртүрлі тәсілін қарастыр дейді. Ұзындығын ені көбейтеміз, 40 сантиметр квадрат шығады. Одан кейін 4-ті 3-ке көбейтіп азайтып жіберейік. 4 3 12 сантиметр квадрат, азайтқанда 28 сантиметр квадрат шығады. Одан бөлек келесі тәсілді қарап көрейік. Ол үшін 8-ден 4 азайтамыз, 4 шығады. Так, мына жері. Содан кейін 3 сантиметрге көбейтеміз дейді былай. Сонда осы жерден аудан табамыз. 8 үшін бізде 4 үшін 12 сантиметр квадрат. Ал енді келесі ауданды табайық. Ол үшін оның ұзындығы 8 сантиметр, ал ені 5-тен 3 айтамыз, 2 болады, көбейткенде 16 сантиметр квадрат, қосқан кезде 28 сантиметр квадрат шығады. Енді басқа тәсіл. 8-ден 4 азайтамыз, 4 болады, мына жері 4. Ал біздер оны 5-ке көбейтеміз дейді. 5-ке көбейтеміз, 20 сантиметр квадрат шығады. Ал мына жерде 4 сантиметр, одан кейін былай 5-тен 3 айтқанда 2 сантиметр шығады. Ол 8 сантиметр квадрат шығады. Қосқан кезде 28 сантиметр квадрат. 7-ші есеп тапсырманы орында. Марат ағай қара өрік терді. Ол 15 данасын Әлияға, қалғанының жартысын Айнаға берді. Содан кейін оның себетінде 10 қара өрік қалды. Марат аға барлығы қанша қара өрік терген? Бізде барлығы қанша қара өрік екені белгісіз. Оның 15-ін беретін болса, өзде жартысы қалады дейді. Жартысы қалады. Жартысын берді, жартысы қалады. Сонда деген 2-ке бөлеміз, 10-ға тең болады деген сөз. 10-ды 2-ге өткен 20 шығады. X табу үшін 20-ға 15 қосамыз, 35 болады. X тонна 35 қойық. 35-тен 15 ағанда 20 болады, 20-ны 2-ге өткенде 10 шығады. Енді қараңыздар. 15-ті ол Әлияға берді. 10-ын ол қалып қойды себетінде. Тағы 10-ын Айнаға берді. Бәрі осыны 35 шығып тұр. Жауабы Марат аға барлығы 35 қара өрік терген. 8-ші есеп. Астық өсіру үшін қандай қолайлы табиғи жағдайлар қажет екендігін білесің бе? Диірменде бидайдан ұн тартады. Сызба бойынша ұн туралы пропорционалы бөлуге есеп құрастыр. 2 күнде қанша тонна, 3 күнде қанша тонна? Барлығы 200 тонна. 3-ге 2 қосқанда 5 шығады. 200-ді 5-ке бөлгенде 40 шығып тұр. 1 күнде 40 тонна. Енді 1 күнде 40 тонна болса, 3 күнде 120 тонна болады. 1 күнде 40 тонна болса, 2 күнде 80 тонна болады. Жауабы 2 күнде 80 тонна, 3 күнде 120 тонна ұн тартады. 9-ші есеп ойлан және жауап бер. Фермер 5 сиыр, бірнеше түйеқұс пен қоян өсіреді. Сиырлардың аяғының саны түйеқұстардың аяғының санына тең және қояндардың аяғына қарағанда 4 артық. Фермерде барлығы неше сиыр, түйеқұс және қоян бар деді. Бізде сиыр, мысалы 5-еу деп алатын болсақ, біз 5 сиыр бар деп айттық да, онда 20 аяқ болады, әрқайсысы 4-ке көбейткенде. Бізде одан кейін қараңыздар. Түйеқұстардың аяғының сиырлардың аяғының саны түйеқұстардың аяғының санына тең дейді. 20 аяқ болса, мынада 20 аяқ болады түйеқұстарда. Түйеқұстарда 2 аяқ болса, мында деген 22-ге 10 түйеқұс бар екен. Одан бөлек және түйеқұстардың аяғының саны қояндардың аяғына қарағанда 4 артық дейді. Түйеқұстар 20 аяқ болса, қояндарда 16 аяқ болады. Одан кейін оны 4-ке бөлетін болсақ, қоян 4 қоян бар екен. Бәрі таптық, олай болса жауабы фермерде 5 сиыр, 10 түйеқұс, 4 қоян бар. 10-ші есеп есептері шығар. Нұсқасы. Оқушы бірдей бағада барлығы 10 дана торкөз және жолды дәптер сатып алды. Торкөз дәптерге ол 50 теңге, ал жолды дәптерге 100 теңге төледі. Оқушы неше торкөз дәптер және неше жолды дәптер сатып алды? Сатып алды 10 дана, торкөз дәптер 150 теңге, қанша дана екені белгісіз. Жолды дәптер 100 теңге, қанша дана екені белгісіз. Барлық ақшаны қосайық, 100-ге 150 қосқанда 250 шығады. 250-ді 10-ға бөлгенде 25 шығады. Бір данасы 25 теңге. 150 теңге 25-ге бөлетін болсақ, 6 дана шығады. 100-ді 25-ге 4 дана шығып тұр. Олай болса жауабы оқушы 6 торкөз дәптер және 4 жолды дәптер сатып алды. Нұсқасы. Кассаға қандай ақшалармен төлеу мүмкін? Бір мүмкін нұсқаны жаз дейді. 250 теңгені біздер 200 теңге және 50 теңге деп төлей аламыз, немесе 250 теңгені 100 теңге, 100 теңге, 50 теңге деп төлей аламыз. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.